Құрметті достар, біз алдыңғы сабағымызды жалғастырамыз. Үшінші бөлім, бұл төртінші бөлім. Жаңа алдында өткендей, біздің үшінші бөлімімізде бейіндерді байланыстыру болатын, және олар контекстке қосу туралы тақырып болған. Бұл жолғысында енді біз неге абстракция жайлы айтамыз? Өйткені абстракция бұл тақырып үшінші бөліммен тікелей байланысты болғандықтан тақырып сондай. Мысалға келтірген кезде үшінші бөлімде біз бейіндердің байланыстың орнатылған кезде біз класс арқылы бір бейіннің ішінде екінші бейін болу арқылы байланыстар болған болатын. Енді абстракцияны біз бұл жерде не үшін қолданамыз? Егер үшінші бөлімдегі болғандай нәрсе жасасақ, мысалы қызыл кірпіштен қызыл үй салынды дейік. Сонда біз қызыл кірпішке байланысты болып қалдық. Абстракция дегеніміз нәрсеміз не? Абстракция деген нәрсеміз біз әлі ойдағы жоқ нәрсені, дүниеде жоқ нәрсені просто жалпылай ойлау. Кірпіш деп жалпылама ат беріп кетеміз. Сонда қызыл кірпіш, қызыл, қара, көк кірпіш деп кез келген уақытысында өзгерте беру үшін біз сонда кірпіш деген тәуелді бейінді құрып кетеміз. Ол тәуелді бейініміз біз интерфейс арқылы құрылады. Ал енді сол интерфейстің ішінде енді бір нақты кірпішін алу керек болса, біз бір кірпіштен қызыл кірпішті аламыз, немесе бір кірпіштен көк, қара, басқа да түстерін алып ауыстыра береміз. Сонда біз кірпішке өзіміздің қандай кірпішпен үй салғымыз келеді, соны беріп отырған арқасында біздің кодымыз көп жерде өзгеріс ұшырамайды. Оған qualifier мен primer деген нәрсе көрсеткен болатын үшінші бөлімде. Соған байланысты бұл жерде сол qualifier қайтадан қайтып келеді. Бірақ енді бұл жерде абстракциялық түрде жүреді. Бірінші мысалымызға кетейік, кітаптың берілгені бойынша біріншісінде интерфейс арқылы қолдану, және екінші бөлімде тәуелділік ендіру кезіндегі абстракцияны қолдану, және жаңағы стереотипті аннотациялармен жұмыс істеу. Бұл үш бөлімнен тұрады. Кітабымды жаба салам. Бірінші мысалына кеттік. Біздің нелеріміз, әрбір мысалдарымыз кішкенеден бастап ретритмен оқу керек кітапты, өйткені күрделенеді, бір-бірімен байланып кете береді. Сол өзіміздің мейнімізді ашып қояқ: модель, прокси, репозиторий, сервис. Енді бізде прокси деген жерде оған қатты көңіл аудармай тұрыңыздар, қысқаша түрмен түсіндірейін. Бізде екі интерфейс бар дейік: comment notification proxy және де оның comment repository деген бар. Біреуі комменттерді сақтайды, екіншісі комменттің жаңағы жібереді, комментарийді сақтайды, но жібереді. Енді оның ішінде қалай жіберу екен тағы да қарастырамыз, ол туралы айтпаймыз. Енді комментарийдің негізгі классы ол автор және оның мәтінінен тұрады. Енді осыны байланыстыру үшін біз сервис құрамыз, коммент сервис деп аталады. Коммент сервиске біз жаңағы өзіміздің үшінші бөлімдегідей коммент репозиторий деп интерфейстерін енгіземіз. Егер мына жерде коммент репозиторийдің орнына email comment notification proxy қойған болсақ, email notification proxy, мына жерге де db comment репозиторий қойған болсақ, біз қатып қалатын едік та. Біздің мына жерде базаға емес, басқа жерге сақтағымыз келеді. Файлға сақтау керек, немесе комментарийдің орнына басқа да нәрселер болуы мүмкін. Email емес, pushпен жіберу мүмкін, SMS-пен жіберу мүмкін комментарийді. Енді comment notification proxy ол комментарий жіберудің жолы. Оның енді email notification proxy'дің ішіне арсақ, set комментпен біз жаңа автордың аты мен текстін жібереміз. Енді мынау сақтаудың реализациясы, қолдану имплементациясының қазақша білмеймін қалай аударылу екен. Соның жаңа айтқандай кірпіш, мынау кірпіш болса, мынау кірпіш болса, мынау қызыл кірпіш деген реализацияны қазақша қалай аударуға болады? Жүзеге асырылуы да. Сонда
db comment repository біздің жаңағы интерфейстің жүзеге асырылуы болып келеді. Сонда бізге қазіргі уақытта комменттің сақтаудың бірақ жерде ғана тұр. Оның аты db comment repository. Жалпы айтып кеткен нәрсем, неге бұны ұзақ айттым бірінші мысалды? Өйткені бәр мысал осы мысалға байланысты айналып келе береді. Енді коммент сервистің ішіне кірсек, мына екеуін ендірді тәуелді классты. Бәне конструкторға бердік параметр ретінде. Енді біз publish коммент жасаған кезде біз жаңа комментімізді сақтаймыз базаға и және жібереміз. Енді ол main'на шақырылу жолы бар. Міне қарасаңызда comment repository, db comment repository деп notification proxy деп тұр. Көрдіңіздер мына var деп. Мына жерде біз мына жерге вардың орнына comment repository интерфейсін жалпылай абстракциясын қоя аламыз. Егер біз мына жердің орнына интерфейсті абстракциялаған жасамаған болғандықтан болсақ, бізде мынандай мәселе туындайтын еді. Emailдің орнына бізде push немесе базаның орнына бізге файлға немесе Amazonға сақтау керек болса, сол кезде біз өзгеріп кетеді. И біз ол кезде осы тұрған типтеріміздің мына жерден бәрін ауыстырып шығуға тура келетін еді. И коммент сервистің ішінен мына жерге бәрі қойып тұру тура келетін еді. Сол себепті мына жерге var деп тұр. Қазір ол var деген мына типті қайтарады жағында. Бірақ мен қалдырып кетемін сіздерге, ыңғайлы болсын деп, осындай тип қайтарады. Енді бізде коммент репозиторийдің жүзеге асырылған түрлі ғой коммент репозиторийдің. Сол себепті мына жерде ешқандай қателік болмай, соның объектісі барады мынаның. И коммент notification proxy'ге осының объектісін барып тұр. Сонымен line to demo content деп текст кетеді. Сонымен publish жасаған кезде, өзіңіз білетіндей, publish жасаған кезде біреуі коммент репозиторийдің базасын сақтайды, біреуі сол комментарийді жібереді. Программамызды запускать етейік. Demo content деп тұр. Міне. Автор бізде жоқ, өйткені мына жерге кірсеңіздер, әрбірінің store комменттің ішінде имплементациясында storing comment деп тұр. Одан кейін тексті тұр комменттің. Енді артқа қайтсақ, send comment не істейді? Send комменттің имплементациясында sending notification for comment, бұл жерде коммент текст деп тұр. Get after деп жазып қойсаңыздар да болады, өзгертіп кете береді. Так, бұл Spring'ті қолданбай, өзіміз қолмен жазылған абстракцияның интерфейсін қолдану. Абстракция дегеніміз нәрсе, мен жаңа айтып кеткендей, бізде әлі дүниеде жоқ, өзіміздің көз алдымызда, мысалы, нан деп елестеткен кезде, біз нан деп елестетеміз. Ал егер жүзеге асырылған түрлер болса, қаранан, ақнан қазір өзіміз қол көрген нәрсеміз. Сонда бізге үйдегілер абстракциялы нанға жұмсаған кезде, абстракциялы түрде айтады, нанға барып келді. Сол кезде біз сұраймыз, үйдегілердің ақнан алайық па, қаранан алайық па. Сол кезде бізге айтады, соның жүзеге асырылған түрін айтады. Немесе өзімізге таңдау береді, біз өзіміз ала саламыз. Қайсының қай. Енді бұны біз Spring'ке қосу үшін біз өзіміздің конфигурациялық файлымызды ашамыз. Project Configuration деген қосымша пакет пайда болды бізде. Сервисіміз баяғыдай, проксиміз баяғыдай, комментіміз де баяғыдай. Ол жерде өзгеріс main'да болады. Мына жерде компонент деген аннотациялар қосылды әрбір реализациясында. Интерфейске сіздер компонент деген аннотация қоспайсыздар, өйткені интерфейс бұл абстракция. Сол себепті бұлдың ішінде имплемент жүзеге асырылған түрі болғандықтан біз компонент деп екі жерге қойып кетеміз мына жерге де. Енді мына жерде компонент scan деген аннотациямыз қай пакеттерден іздеу керек екенін қарап отыр. Proxies деген пакет бізде бар, Services деген пакет бар, міне repository деген бар.
мына жерде байқасаңыз компонент репозиторий коммент email коммент notification proxy екеуі де компонент деген аннотациямен айтылған. Ал мына жерде коммент сервисімізді мына жерде біз дұрыстап сервис деп қою керек. Сервис деген нәрсеміз бізде мен алдында айтқанда 3-ші сабағымда бір қандай да бір іс-әрекет. Былай қарасаңда екі компонентті қосып, соны ендіріп, содан кейін бір операция орындау. Сонда жаңағы коммент репозиторияға сақтау, базаға, дерекқорға немесе және жіберу коммент. Project configuration сол жерден бәрінен іздеп шығады. Енді бұдан бассаңыздар, міне көргеніңіздей db коммент репозиторий, коммент сервис, email notification. Енді сіздерде мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Мен сіздерге айтқандай, алдында бірінші әрбі сервис компонент деп қойсаңыздар, бірінші үлкен әрбі кішкентай әріпке айналып кетеді. Коммент сервис дұрыс шықты. db коммент репозиторий қарасаңыздар, ол қалай болды, солай тұрып қалды. Көрдіңіздер ғой, 3 әрбі 1, 2, 3 әрбі үлкен болғандықтан қалай жазылды, солай қалды. Коммент notification proxy emailімізде біріншісі үлкен, екіншісі үлкен, солай тұр. Енді мына жерге кіріп қарасақ, көрдіңіздер ме? Emailда коммент сервисімізде кішкентай әріппен тұр, ал db коммент репозиторий үлкен әріппен қалды. Сонда биннің аты солай болады. Енді mainның ішінде іздеген кезде біз конфигурациялық файлды жібереміз, ол контекстті оқиды, контекстке бәрін салады. Сонымен біздің контекстте пайда болды. Енді контексттен коммент сервисті аламыз. Коммент сервистен алған коммент сервисіміздің ішіндегі publish коммент деген методын шақырамыз. Міне. Тура жаңағыда ешқандай өзгеріс жоқ. Просто бұл жерде жаңағы контекстке қосу. Так. Қостық болды. Бұның нәтижесі де тура жаңағыда ешқандай өзгеріс жоқ, бірақ бұл уже біз жаңағы байқасаңыздар, алдыңғы мысалымызда коммент email notification proxy және репозиторийді біз өзіміз қолмен жазған болатынбыз. Мысалға, бұлай жазған болатынбыз. Естеріңізге бар болды деп ойлаймын. Конструкторға параметр беру керек бізге. Осылай болған болатынбыз. Коммент репозиторий. Бұл жерде интерфейс тұр екен. Дұрыс. Так. Бәрі дұрыс. Неге істемей тұр? Коммент репозиторий дейді. Орындарын ауыстырып қойыппын ғой мен. Кешіріңіздер, мен орнын ауыстырып қойыптым. Ой. Болды. Мына жақтікі, мынау жаңағы біздің спрингпен құрған. Мынаны өзіміз
Қолмен құрып шыққаным. Мынау спрингтің өзі құрған. Енді бұны өше салам. Бұнда қарасаңыздар, кодтарыңыз қалай соншалықты қысқарғанын көріп отырсыздар. 6 строканың орнына 1 строкамен қосып жіберіп, бәрін жасады. Сіздер үшін өзі құрды. Мысалымызды ары қарай жалғастырамыз. Бұл жерде жаңағы сервисіміз қай жерде қалай өзгеру екенін айтылады. Аннотацияларын қолдану арқылы. Жаңағы мысалымыз, екінші мысалымыздағыдай тура өзгеріс бұл жерде жоқ. Бұл жерде бізде тәуелділіктің ендірудің жолы біз жаңағы конструктор арқылы жасаған болатынбыз. Енді бұл жерде класстың полялары арқылы ендіру. Осы ғана өзгеріс. Мысалымызда осы ғана өзгеріс. Міне mainға кірсеңіздер де тура сол қалай болды, солай жүре береді. Оны сіздерге көрсету үшін жасалған болатын нәрсе. Программамызды запускать етіп көрейік, сол нәтиже өзгерген жоқ. Тәуелділіктің ендірудің 3 жолы бар. Поле арқылы, конструктор арқылы, немесе сеттерлер арқылы, метод арқылы. Так, 4-ші мысалымызды көреміз. Конфигурациямызды. Енді бізде бұл жерде компонент деген аннотацияны, серотипті аннотациясын қолданған болатынбыз. Мына жерде әрбір компонент деген аннотацияны алып тастаймыз. Бір коммент репозиторийді. Проксиден алып тастаймыз. Жоқ. Моделіміз өзі қалай болды, солай тұра берді. Main'іміз қалай болды, солай өзгерген жоқ. Бұл жерде енді бізде мысалымызда bin аннотациясы арқылы бізге тәуелділік ендірудің жолы. Енді коммент репозиторий біздің абстракциямыз, интерфейсіміз, коммент репозиторимыз. Now db-new деген репозиторий соның жүзеге асырылған түрінің объектісін қайтарады. Notification proxy'мізді email comment notification proxy'ның объектісін қайтарады. Мынау біздің интерфейстің типі болғандықтан бұл абстракциялық типтер. Енді біз коммент сервиске осы биндерді параметр ретінде береміз. Параметр ретінде берген коммент репозиторий келді, notification proxy келді. Сонымен екі параметр болып жіберілді. Енді біз коммент сервистің ішіне не істейміз? Бізде коммент сервис бұл еще интерфейс емес, мынау абстракциялық түрде соның жүзеге асырылған туралы екі объектісі келеді. Сонымен коммент сервистің ішіне кетеді. Сонымен ендіру басталады, и арғай паблишпен жұмыс істей береміз. Mainға кірсек, паблишпен жүргенде нәтижеміз тура сол өзгеріссіз шығады. Міне кеңістер. 5-ші мысалымызға келейік. Бұл жерде bin аннотациясын алып тастаған екен мысалымызда. Main'іміз ішері өзгермеді, моделіміз қала береді, автор мен текст. Енді қарасаңыздар, мына жерде мен айтқандай, бізде comment notification proxy дегеніміз бізде бір кірпіш болсын. Енді бізде жаңа біз email арқылы жіберген болатынбыз ғой. Енді бұл жерде қызыл кірпіш дейік. Енді бізге қара кірпіш қосылды, немесе сары кірпіш қосылды. Сол кезде біздің контейнеріміз түсінбей қалады. Кірпіш деп айтқан кезде қай кірпішті беренін білмей қалады. Сол себепті біз primary деген алдыңғы сабағымызда өткеніміз бойынша әрқашанда енді бізге comment push notification деген объектісі келіп отырады. Немесе біз всегда айтамыз қызыл кірпішпен саламыз деп. Мына жерде бір тал болғандықтан, бір талған жүзеге асырылғандықтан бұл жерде ешқандай өзгеріс болмайды. Сонымен компонентті қостық. Енді бізде comment notification proxy'дің екі түрі бар. Бірақ бізге primary болғандықтан міндетті түрде осы bin'і ендіріледі. Программамызды запускать етіп көрейік. Сол қалпында. Бұл кодтың GitHub'та тұр, ссылкасымен жібергем. Так, бұл жерде модель, мына жерде
primary алып тастайды. Енді бізге qualifier деген аннотациясының алдында өткен болатынбыз. Енді біз екі жүзеге асырған түрінің арқасында біреуінің аты email, біреуінікі push деп ат қойып қойдық. Енді біз сервисте осыны ендіретін кезде біз qualifier арқылы нотификацияның қай түрін қолдану керектігін айтамыз. Мысалы біз push деп қойсақ, ол pushқа кетеді. Мына жерге. Немесе email десек, email кетеді. Сонда бізде текстіміз өзгертеді. Notification for comment. Мына жерде push. Push деген текст өзгереді. Мына жерде email деп түзеп қояйын. Түсінікті болу үшін. Мына жерге push деп қойдыңыздар. IntelliJ IDE болса, екі түрін міне таңдап бересіздер. Push немесе email деген. Мен алдындағы мысал ретінде жаңа абстрактылы түрде келтіргенде кірпіш, қызыл кірпіш немесе сары кірпіш деп өзіңіз ауыса бересіз кез келген уақытта. Егер біз ондай жазбаған абстракцияны қолданбаған болсақ, біз бұл жерде comment push notification proxy деп жазатын едік мына жерге. Push деп жазатын едік. Потом comment push'тың орнына өзгеріп кетсе email comment notification proxy деп жазатын едік. Сонда әрбір енгізгеніміз нәрсеміз мына жерге қайта-қайта үш жерден өзгертуге тура келетін еді. Сол абстракцияның күштілігі сода. Программа жазылған кезде сіздер болашақта сондай абстракциялы түрде есептеп аласыздар. Мысалы программа, мысалы жаңағы товар сататын дейік, товар абстракция болып саналады. Товардың ішінде бөлесіздер категорияларын. Категорияның өзі абстракция болады. Химия, продукты деп, продуктының өзі де тоже абстракция болады. Продуктың ішінен жаңағы колбасный изделие, немесе мучной изделие деп, нан нелер деп сөйтіп кете береді да. Алкогольді, алкогольсіз деп, и әрбіріне барып, ол абстракцияға ауысып, ең соңында бір нақты бір объектінің түріне келесіздер. Сөйтіп кодты жазу керек программада. Енді мен мысалы программам запуск кезінде ол маған pushқа барады. Дәлел ретінде көрейік. Міне көрдіңіз бе? Push деп жазып қойдық. Push notification деп тұр. Енді мен коммент сервисімде push'ты email'ға ауыстырған болатын жаңа. Email'ға ауысты. Енді менде нотификацияның түрі, енді менде SMS түрі пайда болды дейік. SMS болды. Енді мына жерге qualifier'ымы мына жерде қоса салам, бірақ жерде программам запускать ете беремін. SMS-пен уже кете береді нотификациям, хабарлама. Абстракцияның күші ең бастысы осы жерде. Енді соңғы мысалымыз қалыпты. Ештеңе өзгеріс жоқ. Мына жерде де өзгеріс жоқ. Қалай болды? Солай болды. Өзгерістер жоқ. Енді бізде компонент, репозиторий. Бұл тақырыпта әр аннотацияның атын дұрыс қою керек деген мысал келтірген. Бұл жердегі мысалымызда нені айтылады? Бұл жердегі мысалымызда мен жаңа айттым ғой, сервис деген екі компонентті қосу арқылы бір какой-то іс-әрекет істейтін жерде сервис жасайсыздар. Ал компоненттер өздерімен өздері тұра береді. Енді компонент бөлу үшін мынау компонент деп ат қыла береді, өйткені ол бір бөлігі программаның объект ретінде. Ал енді базамен байланысты болғандықтан сіздер репозиторий деген аннотация қосылды, соны бөлік-бөлік қойып кетесіздер. Сонда сервис, репозиторий, компонент деген нәрсені өзіңіз түсінік пайдалы. Бірақ айналып келген кезде бұлардың бәрі сервтипті аннотациялар Spring'тің ішінде, контекстте, контейнерде bin құрады сіздерге. Бұл атауы просто программистерге, жай ғана программистерге түсінікті болу үшін, және де болашақта бір өзгерістер жасалынатын болса, соған жасалынған нәрсе, болашаққа қалдырып кеткен нәрсе.
Сол себепті осылай жазыңыздар. Сервайс кезінде логика бірдеңе жіберу керек, іс әрекет жасайтын болса, екі қосылған компонент репозиторийді ендіресіздер сырттан. Сол себепті оны логика істейтін жерге болатын сервис жасайсыздар. Ал мына жерде базада анық болса, ол жерде репозиторий деп қоясыз. Ал мына жерде жай ғана компонент болса, бір мысалы кірпіш дейік, қара кірпіш дейік, ол қара кірпішіміз бізде компонент саналады. Ал енді қара кірпішпен үй салу, мысалы қара кірпішпен бірінші этажды қалау, бұл жерде сервис болып қалады. Көңілдеріңізге рахмет. Лайк басып отырыңыздар. GitHub'ның коды керек болса жіберіп отырамын. Рахмет, сау болыңыздар.